Сиыр сөзі қайдан шыққан? Ерте заманда үркердің жерге қайта көкке шығып жүргенін жан-жануарлардың барлығы көріп жүріпті. Үркер тасқа түссе, сол жылы күн қатты ыстық, суға түссе, жауын-шашын мол, құмға түссе, қуаңшылық болыпты. Мұны көріп жүрген жан-жануарлар: үркер жерде жата берсе, мәңгі жаз болады екен. Қыстың араласуы үркердің көкке шығып алып, көктен түспей қоюынан болады екен, деп ойлапты. Сонымен бір жылы сиыр, түйе, жылқы, қой, ешкі секілді түліктер ақылдасып, үркер жерге түскеннен кейін сол жерде табандарымен нығарлап басып, үркерді ендігәрі көкке шығармай қоюға келісіпті. Бір күні қараса, үркер жерге түсіп бара жатыпты. Сонымен бәрі жабылып қуалапты. Бұлардың ішіндегі сол тұстағы ең жүйрігі түйе емес сиыр екен. Бірінші болып түйе келіп үркерді табанмен басып тұра қалыпты. Іле-шала жеткен сиыр түйені сүзіп жіберіп, өзі басып тұрыпты. Ол кезде сиырдың бақайшығының арасында да қой-ешкілердікі сияқты безі бар екен. Анда-мұнда сиыр сол безін көріп: «Қой мен ешкіден пәлендей айырмашылығымның болмағаны ма?» деп қатты назаланады екен. Кейде дау-жанжал болып қалғанда қой мен ешкі: «Сенің денеңнің зорлығы мен жүйрігіңнен басқа бізден еш айырмашылығың жоқ. Тым болмағанда түйе сияқты майтабан емессің. Я болмаса, жылқы сияқты дөңгелек тұяқ емессің», деп бетіне басады екен. Мұнан сауындар үркер сиырдың табанының астында жатып алып: «Ағасы, бақайшығыңыздың арасындағы бездің орнына бір түйір май тығып қойдым», депті. Мұны естіп қуанған сиыр: «Шын ба?» деп аяғын жұлып алыпты. Осы сәтте үркер батыс жақта топтанып тұрған түйе, жылқы, қой, ешкілерден жасқанып шығыстан көкке шығып кетіпті. Сөйтіп үркер жерге түсіп қайта шыққанда жаздың қысқа таңын таңдапты да, ел тағы ұйқыда жатқан орайда шығыстан көтерілетін болыпты.